Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз ауызша азайту бойынша 3-ші сабағымызды бастаймыз. 3-ші сабақта біз 3 таңбалы сандарды азайтуды үйренеміз. Яғни 3 таңбалы саннан 3 таңбалы санды азайтуды үйренеміз. Ең бірінші 3 таңбалы сандар, мысалға 400-ден азайтамыз 100-ді. Жүздіктерді азайтамыз. Бұл кезде біз балалар 400-дік алдын үйретіп өткенімдей 100-дік тең 400-діктен 100-дікті азайтатын болсақ 300-дік. Міндетті түрде осылай орындап аламыз балалар. Сонда мәні 300 болады. Келесі 500 азайту 200. Бұл жерде де 500-діктен азайтамыз 200-дікті. Мәні дәл солай 300-дік. 300. Мінеке балалар. 3 таңбалы сандарда, яғни жүздіктерді осындай әдіспен азайтуымызға болады. Немесе өздерің мысалға 5-тен 2-ні азайтып 0-ды тіркеулеріңе де болады. Мінеке 300 деп. Келесі балалар 3 таңбалы санға өтейік. Бұл 3 таңбалы сандарды орындаған кезде міндетті түрде бағандап орындаймыз балалар. Өйткені бағандап орындау бізге өте жеңіл болады. 245 азайту 142. Міне бұдан бұны, одан оны, жыдан жыны. Яғни жүздіктен жүздікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтамыз, бірліктен бірлікті азайтамыз. Мінеке 3, бұдан бұны азайтамыз, 3 қалады. Одан оны, яғни ондықтан ондықты 0, 200-діктен 100-дікті азайтсақ 100. Мінеке 103. Келесі 153 азайту 122 деп алайық. Бұл жерде де дәл солай бірліктен бірлікті, ондықтан ондық, жүздіктен жүздікті азайтамыз. 3 бірліктен 2 бірлікті азайтсақ 1, 5 ондықтан 2 ондықты азайтсақ 3, 1 мен 1, 1 жүздіктен 1 жүздікті азайтсақ 0. Сонда 31 саны қалады екен. Келесі енді бағындап шығарайық. 245 азайту 142. Азайтамыз. Мінеке бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты, жүздіктен жүздікті азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз 3, 4 ондықтан 4 ондықты азайтамыз 0, 2 ондықтан 1 ондықты азайтамыз 1. Мінеке 103 мәні. Мінеке балалар, мына жүздіктерді орындаған кезде дәптерге орындап аламыз, келесі бетті ауызша орындап үйренеміз. Немесе бірден ауызша орындауларыңа да болады. Келесі, мына 3 таңбалы сандарды орындаған кезде бірліктен бірлікті, жүздіктен жүздікті, ондықтан ондығын азайтуымызға болады. Ал жазбаша орындаған кезде балалар дәптерге бағандап орындауды ұмытпайық. Біз бағандап орындап үйреніп, өзіміз жаттығып, әбден өзімізге қалыптастырып алуымыз керек. Одан кейін барып келесі беттерді ауызша орындау оңайға түседі. Келесі 456 азайтамыз 143. Бұдан бұны азайтамыз. Міне Б, О, Ж. Яғни бұл жүздік, ондық, бірлік. Бірліктен бірлікті азайтамыз 3, ондықтан ондықты азайтамыз 1, жүздіктен жүздікті азайтамыз 3. 313. Осылай 3 таңбалы сандарды бағандап, орындап алып, келесі бетін ауызша орындау бізге оңайға түседі. Яғни бірліктен бірлікті азайтып отырамыз, ондықтан ондықты азайтып отырамыз, жүздігінен жүздігін азайтып, мәнін табуымызға болады. Мыңдықтарда да дәл солай балалар. Мысалы үшін 4 мыңдықтан азайтамыз 2 мыңдықты. Бұл жерде де солай 4-тен 2-ні азайта саламыз да, қалғанын артына 0-ды тіркей саламыз.
2 мыңдық. Келесі 8 мыңнан азайтамыз 6 мыңды. Бұл жерде де дәл солай 8 санынан 6 санын азайтамыз. 2 нөлдерді артынан тіркейміз. Мінекей балалар, мыңдықтарды да дәл солай азайтамыз. 4568-ден азайтамыз 3242-ні. Бұл жерде де дәл солай балалар, бірліктерді азайтамыз. Ондықпен ондықтарды, жүздікпен жүздікті, мыңдықпен мыңдықты азайтамыз. 8 бірліктен 2 бірлікті азайтамыз. 6 ондықтан 4 ондықты азайтамыз. 2 5 жүздіктен 2 жүздікті азайтамыз. 3 4 мыңдықтан 3 мыңды азайтамыз. 1326 мәні. Немесе осыны бағандап орындап көрейік. 4568 санынан 3242 азайтамыз. Бірліктен бірлігін азайтамыз. 6 ондықтан ондығын азайтамыз. 2 жүздіктен жүздікті азайтамыз. 3 мыңдықтан мыңдықты азайтамыз. 1326. Неке мыңдықтарды орындаған кезде де дәл осылай жүздіктердің әр разрядтың атаулары арқылы бір-бірінен азайтып отырамыз балалар. Бірліктерді бірліктерден азайтамыз. Ондықтан ондықтарды азайтамыз. Жүздіктен жүздіктерді, мыңдықтардан мыңдықтарды азайтып орындауымызға болады балалар. Ал балалар, сендерге сәттілік. Бірінші бетті жазбаша орындаймыз. Келесі бетті ауызша орындап маған жібереміз.